Баршаңызға сәлем. Бүгін біз чизкейк жасаймыз. Соның ең бірінші основасы ол песочный тесто да. Сол песочный тесто жасаймыз. Қазір мынаның ішінде ұнға мына жерде сахарный пудра, мына жерде миндальный мука. Егерде миндальный мука болмаса, 15 грамм кукурузный крахмал салыңыздар. Мына жерде сары май. Енді осының барлығын қазір араластырып аламыз. Міне барлығы бірге араласты, міне крошкообразный болды. Енді осының үстіне жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Мен жаңа жұмыртқа салғаннан кейін көп айналдырып қойдым. Негізі тесто крошкообразный болу керек. Егерде осылай қамыр сияқты болып кеткен жағдайда, осылай оқтаудың көмегімен жайып аласыздар да. Енді осыны 160 градуста 15 минут духовкада пісіріп аламыз. Міне біздің песочный тестомыз пісті. Енді осыны 300 грамм аламыз да блендермен езіп аламыз. Жаңа біздің піскен песочный печеньеміз 300 граммдай примерно шығады. 300 граммнан көптеу шығады. Міне осылай блендермен езіп аламыз. Және бұған 60 грамм май саламыз. Бірге барлығын езіп аламыз. Міне песочный печеньемізді, песочный тестомызды, то есть песочный тестомызды осылай блендермен езіп, жаңағы майды барлығын бірге араластырып алдық. Енді осыдан 60 грамм алып өлшеп аламыз. Менде форма 10 сантиметр. Осылай кішкентай чизкейктер жасаймын. Өздеріңізге кез келген ыдыспен осылай қаттырып басып, орысша айтқанда утрамбовывать етіп аламыз. Енді бұны толығымен қатқанша холодильникке жібереміз. Енді кезек чизкейктің начинкасына кірсем, соның бізде творожный сыр, сливки, сахарный пудра, жұмыртқа, бәрі бөлме температурасында болу керек. Миксерде ең төмен бірінші скоростьте барлығын бірге араластырып аламыз. Мына миксермен араластырып алдық. Творожный сыр, сливки, сахарный пудра, жұмыртқа және кукурузный крахмал. Енді екеуіне бөліп алдық. Біреуіне қазір клубничный пюре саламыз, екіншісіне фисташковый паста саламыз. Клубникамен араластырып болдық. Фисташкамен міне дайын болды. Міне менде жаңағы екі чизкейк. Біреу диаметрі 10 сантиметр, екіншісінде диаметрі 16 сантиметр. Енді бірінші чизкейкпен салсаңыз болады, немесе клубникамен салсаңыз, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді духовкаде
100 градусте 1 сағатқа жібереміз. Міне чизкектеріміз дайын болды. Мен толығымен суытып алдым. Толық суып болғаннан кейін ғана формадан шығарып аламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Фисташка мен клубниканың күшті үйлеседі. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.